Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен дәмі өте керемет шығатын шоколадты печеньенің құрамымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамында ұн, қант ұнтағы, жұмыртқа және де какао, разрыхлитель және де ерітілген сары май және де шоколад керек болады. Нақтырақ граммдары описание бөлімінде жазылып тұрады. Ең алдымен ұнды және де какао разрыхлительді елекке салып, жақсылап елеп аламыз. Енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттар дайын болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны және де ерітілген сары майды салып, қамыр илейтін боламыз. Міне бізде қолға жабыспайтын жұмсақ, әдемі қамыр шықты. Енді қамырды дөңгелек формаға келтіреміз және де табанның бетіне пергамент қағазын төсеп, табаға барлығын қойып шығамыз. Міне менде көлемі үлкен 16 печенье шықты. Сіздер бұдан кішірек етіп көбірек істесеңіздер де болады. Енді шоколадты ерітетін боламыз. Менде молочный шоколад, кондитерлік қапқа саламыз барлығын. Және де ең оңай еріту жолы қайнаған ыстық суға салып, араластырып отырып ерітіп аламыз. Шоколад дайын болғаннан кейін барлығының бетіне құйып шығамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін қызып тұрған пешке 25-30 минутқа 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Міне шоколадты печеньелер дайын болды. Дәмі өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып жіберіңіздер. Көп рахмет.